Сәлем достар, бүгін сіздермен сластена пирогын дайындап үйренеміз. Өте оңай және өте дәмді болып шығады. Ол үшін ұнға бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Осылай видеода көрсетілгенде қолымызбен езіп шығамыз. Қант, разрыхлитель және бір жұмыртқаны салып, араластырып, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын қамырымызды пищевая пленка немесе целлофанға орап 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді 15 минуттан кейін формамызға жайғастырамыз. Форма диаметрі 23 см. Астына пергамент төсеп дайындап алдым. Осылай формамызға қамырымызды жайғастырып аламыз. Вилкамен тесіп шығамыз. Ішіне салмасын саламыз. Менде жаңғақ пен сары мейіз. Үстіне сгущенканы құямыз. Сгущенка міндетті түрде өте сапалы болу керек. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Толықтай суытамыз. Тек суығаннан кейін ғана барып кесуге болады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар.